YouTube пен интернет кеңістігінде Нұрсұлтан Назарбаевтың Ванга есімді болгар сәуегейіне барғаны туралы оқиға кең таралып кетті. Бұл оқиғаны жиі Қазақстанда орын алған қиыншылықтармен байланыстырып жатады. Балгер мен елбасы арасында аталған жайттар орындалғанда, еліміз керемет бір бақытқа кеңеліп, бар бәлекеттен бір жолата арылады дегендей сенімдер ұялатады. Осы оқиға қайдан шықты, оған сенуге бола ма? Бейнемізде осы сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Таралған аңызға сәйкес, оқиға келесідей өрбіген. Сонау 1984 жылы Назарбаев сапарларының бірінде атақты көріпкелге келген көрінеді. Ол оны қабылдағысы келмей ұзақ уақыт бойы бас тартыпты. Бірақ болгар билігі одақтас республикаларының бірінің үкімет басшысына бас тарту ыңғайсыз деп Ванганы көндірді. Ол оны қабылдауға келісті, бірақ әйелінсіз. Сіз елестете алмайтындай бай боласыз, бірақ бұл байлық сізге бақыт әкелмейді. Сіздің қолыңызда қазір армандауға да келмейтін үлкен және күшті күш болады, бірақ сіз бұл күштен айырыласыз. Ата-бабаңыздың әруағы сізге қатты наразы. Олардың көңілін көтеріп, солардың біріне арнап үлкен шара өткізу керек, бірақ оған өзіңіз бармаңыз. Сондай-ақ еліңіздің билеушісі басы қазір денесінен бөлек өте алыста тұрған ұлы жауынгер болды. Оның басы тәнімен қосылғанда халқының рухы көтеріліп, екінші демі ашылады. Бірақ дәл осы күні басыңыз иығыңыздан түсетінін, яғни күш-қуатыңызды жоғалтатыныңызды ұмытпаңыз. Бұл оқиғаны саяси және қоғам қайраткері Уалихан Қайсаров Sunday Times газетіне сонау 2013 жылы берген сұхбатында баяндап берді. Ол сол кездері сенатор қызметінен енді босап, Кенесары мәдениет тарихи қорын ұйымдастырушысы болған. Қордың мақсаты Кенесары ханның басын елге қайтару болатын. Уалихановтың сұхбатта айтылған пікіріне сәйкес, біздің үкіметтің Кенесары ханның басын сол уақытта елге қайтарудағы енжарлығы осы аңыз әңгімеге сенгендерінен екен. Бірақ кейін келе сол кезде үкімет басшысы болған Кәрім Мәсімов Дмитрий Медведевпен кездескенде Кенесарының басын қайтару туралы келіссөздер жүргізген болатын. Нәтижесінде Кенесарының басы табылған жоқ, бірақ Қазақстанға Кейкі батырдың сүйегі жеткізілді. Назарбаев пен Ванганың кездесуі жайында баяндайтын барлық дерек көздер осы Уалихан Қайсаровтың әңгімесіне сілтейді. Ашық ақпарат көздерінде бұдан бөлек ресми расталған басқа бір деректі кездестіре алмаймыз. Бірақ интернет беттерінде Ванганың осыған ұқсас Назарбаевқа емес, басқа бір кісіге берілген сәуегейлігі сақталған. Ақтаудың бұрынғы тұрғыны Евгений Черемушников 1988 жылы Ванганың қабылдауында болыпты. Вангада қонақта болған кезді ол келесіде сипаттайды. Бұл Ванганың даңқы Кеңес одағында дүрілеп тұрған кезі еді. Шамамен дәл осы кезеңде оның су үстінде тұрған жас буынның қолымен тұрғызылған қала жер бетінен жойылып кетеді деген болжамы айтылған. Шевченко қазіргі Ақтау қаласында тұратын, біз мұны бізге қатысты деп қабылдадық. Мен Петрич селосына жаз айында келдім. Вангаға кіру кезегі бір ай бұрын жасақталып қояды екен. Дегенмен маған 3 күннен соң кірудің сәті түсті. Ол маған бара бер, сенің туған қалаңа ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ, деді. Және мынаны қосты: сен бақытты елде тұрып жатырсың. Онда бәрі де жақсы болады. Тек ертерек заманда өз елдерің үшін күрескен бір дауылпаз батырдың басын қайтарып алуларың керек. Сонда сендер гүлдей жайнап кетесіңдер. Мен Ванга Кенесарының басы туралы айтқанын кейін барып түсіндім. Көріп тұрғанымыздай, Назарбаевпен кездесуі туралы әңгіме мен осы Евгений есімді кісінің әңгімесінде ұқсас бір жері бар. Ол ұлы тұлғаның басы елге қайтарылғанда мемлекеттің гүлденіп кететіні туралы болжау. Екі оқиғаның да интернет аясында пайда болу уақытына зер салсақ, екіншісі біріншісінен бірнеше жыл бұрын ғана шыққан екен. Сонда екеуі де шамамен бір кезеңде таралған көрінеді. Жалпы әңгіменің түр-түсіне қарасақ, көшедегі өсек аяңға қатты ұқсайды. Дерек көздерді тексеріп, шындықты іздеумен әуреленбейтін қарапайым халықтың санасында оқиғаның біреуі екіншісінен қалай шыққанын аңғармай да қалған болуы бек мүмкін. Әлгі Евгенийдің оқиғасын сол кездегі ел басшысымен байланыстырып, әңгіменің аяғы қалай аяқталатыны туралы ой жүгірту қиын емес. Сөйтіп, Евгенийдің әңгімесінде жаңа кейіпкер билігі мен байлығынан айырылып қалудан қорыққан елбасы Назарбаев пайда болған шығар, кім біледі. Осы оқиғаны одан әрі атақты қылып, елдің жағдайы, қоғамдық қиыншылықтар және олигархтардың билігімен 2018 жылы шыққан бәсе арнасының видеосы байланыстырды. Бейненің авторлары да қайтадан сол Уалихан Қайсаровтың баяндаған әңгімесін басшылыққа алды. Арнаның ашық оппозициялық сипатын ескерсек, Назарбаевтың біткен жері аталып өтетін оқиға назардан тыс қалуы екіталай.
Сондықтан бәсе арнасы бейнесінде бұл оқиғаны тек халықтың билікке, әсіресе сол кездегі ел басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы ашу ызасын тудыру мақсатында қолданған деп пайымдауға әбден болады. Дін тұрғысынан көріпкел мен балгерлерге сенуге, оларға баруға қатал тыйым салынады. Ал жалпы ақылмен байыптап қарасақ, бұл оқиғаға сену аңғалдық болуы керек. Олай дейтініміз, Болгариядағы егде жастағы әйелдің қазақ тарихында өткен Кенесары ханның шабылған басы туралы қайдан білгенінің болжамдарын ысырып, келесідей бір жайттарға көз салсақ жөн шығар. Әлемде бар көптеген мемлекеттердің қазіргі таңда дамығандарының ішінде сөзсіз демократиялық, зайырлы әрі заң үстемдігі жеңген мемлекеттер көш бастап тұрғандары анық. Осы мемлекеттердің қайсысы болмасын, қазіргі жағдайларына үлкен тер төгіп, ұзақ уақыт бойы еңбек етіп қол жеткізген. Біреуі де жұлдызы жанып, ұтыс ойынынан сәтті жүлде ұтқандай, кенеттен демократиялық елге айналмаған. Сол сияқты бесігінен белі енді ғана көрінген Қазақстанда ұлы тұлға болса да, қу сүйегінің елге оралуынан рухани байлықтан басқа еш нәрсе ала қоймас.